Бәйнесәлем, бүгін біз жареный щука гарнирға гречка пісіреміз. Оған керек балық, уксус, гречка, пияз, морковка, тоз, бұрыш. Бір қасық тұз салдық, енді бұрыш саламыз. Бір қасық уксус құямыз. Енді қолмен араластырамыз. 15-20 минут тұрсын. Пиязды кесеміз. Сәбізді кесеміз. Пияз бен сәбізді майға құраймыз. Гречканы жуамыз. Гречканы жудық, енді кастрюльге саламыз. Суға салып пісіреміз. Бір шай қасық тұз саламыз. Араластырамыз. Бір аз қасық ұн себеміз. Құмәлі мен орегано салдым. Араластырамыз. Бір кесе су құямыз. 5 минут қайнатып сөндіреміз. Балықты ұнға аунатамыз. Қыздырылған майға саламыз. Балықты пісірдік, енді дәмін көреміз. Қандай дәмді. Лайк қоюға ұмытпаңыздар, менің каналымна жазылыңыздар.